тарих қана, халық қана туатын, алыптардың арқа тұтпас кім атын, ұлы арманын жырлау үшін қазаққа керек болды Абай сынды ұлы ақын деп ақын жарасқан Әбдірашев жырлағандай, қазақтың мақтанышы, қазақ жырының тәңірі, қазақ әдебиетінің шоғыр биік тұғыры Абай Құнанбайұлының 75 жылдығына орай ұйымдастырылып отырған эстафетаны зор қуанышпен қабыл ала отырып, сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, өлең шумағын арнамақпын. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді қулығын іште сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегі мен білімін екі жақтап. Өзіңді сенгіштікпен әуре етпе, құмарпаз боп мақтанды қуып кетпе, жұртпен бірге қосалдасып, салпылдап сағым болған бойың еппе. Деп өлең шумақтарын арнай отырып, келесі эстафетаны мектебіміздің аға тәлімгері Жадыра Хаджымұратқызы мен мектеп алды даярлық тобының тәрбиешісі Айнұр Ерлановнаға жолдаймын.